қалың орманның ішіндегі ауыл картада белгісіз нүкте сияқты ғана көрінетін. Жол шетінде тұрған ескі тақтайшада атауы өшіп қалған. Бұл жерге кездейсоқ адам келмейді, іздеген ғана жетеді. Таңертең орман ерекше көрінетін. Ақшыл тұман ағаштардың арасымен жылжып, жер бетін баяу жауып алатын. Күн сәулесі жапырақтардан сүзілгенде жарықта толық жетпей, әлем көмескі күйде қалатын. Бірақ бұл әдеміліктің астында бір түсініксіз ауырлық жататын. Ауа таза, жел баяу, құстар бар. Соған қарамастан бір нәрсе жетіспейді. Тыныштық тым терең. Әдеттегі тыныштық емес, қысым беретін үнсіздік. Адам бұл жерге келгенде бірден байқамайды. Бірақ біраз тұрған соң, жүрек өздігінен баяулай бастайды. Құлақ бірдеңе күткендей түріліп тұрады. Бейне бір орманның өзі дем алып жатқандай, және сол дем біреуді бақылап тұрғандай әсер қалдырады. Ауыл шетінде жалғыз үй бар еді. Ағаштан салынған, уақытқа жытқан. Қабырғалары күн мен желден қарайып кеткен, бірақ құламай тұр. Бұл үйде Қайрат деген қария тұратын. Жанында немересі Айдана. Қарияның өмірі орманмен байланысты. Күн сайын сол жерді аралайды. Әр ағашты таниды. Әр дыбысты ажыратады. Қай құстың қалай ұшатынын, қай аңның қай жерде жүретінін біледі. Ауыл адамдары оны орманның адамы деп атайтын. Айдана бала кезінен осы жерде өскен. Қала көрмеген. Бірақ ешқашан өзін шектеулі сезінбеген. Керісінше, бұл орман оған тірі сияқты көрінетін. Жел соқса, біреу сыбырлағандай. Жапырақ қозғалғанда біреу белгі бергендей. Кейде тіпті артынан біреу қарап тұрғандай сезім пайда болатын. Бірақ ол қорықпайтын. Себебі бұл жер оған бөтен емес. Сол күні таң ерекше басталды. Айдана ұйқыдан ерте оянды. Терезеге қарады. Тұман әдеттегіден қалың. Бірақ бастысы дыбыс жоқ. Құстар үнсіз. Иттер үрмейді. Тіпті жел де тоқтап қалған. Бір сәтке бүкіл әлем тоқтап қалғандай әсер берді. Қыздың жүрегі біртүрлі тарылып кетті. Ішкі түйсік әлденені сездіріп тұр. Түсініксіз қауіп. Ол сыртқа шықты. Ауа салқын. Бірақ салқындықтан емес, басқа бір нәрседен денесі тітіркеніп кетті. Ата. Дауысы бәсең шықты. Қайрат қария алдыда тұр екен. Көзі орман жақта. Әдетте таңертең ол тыныш көрінетін. Бірақ бүгін жүзінде алаң бар. Бүгін орман өзгеріп тұр, деді қыз. Қария жауап бермеді. Ұзақ қарады. Сосын жай ғана басын изеді. Бұл үнсіз келісім еді. Күн көтерілгенімен ауыр сезім тарқамады. Түс ауғанда ауылға бөтен көліктер кірді. Үлкен, жылтыр, қара джиптер. Шаң көтеріп келді де ауыл ортасына тоқтады. Есіктер ашылып, ішінен 4 жігіт түсті. Қымбат киім, қымбат сағат. Өзіне сенімді жүріс. Олардың бұл жерге қатысы жоқ екені бірден білінеді. Ауыл адамдары үнсіз қарап тұрды. Біреулер көзін тайдырды. Біреулер үйіне кіріп кетті. Себебі мұндай адамдармен сөзге келудің соңы жақсылыққа апармайтынын бәрі біледі. Төртеудің әр қайсының өз мінезі бар. Арман топтың басшысы. Өзіне тым сенімді. Ақша бәрін шешеді деп сенеді. Көзінде менмендік. Нұрбек сырт көзге тыныш, бірақ ішкі жағы суық. Ештеңеге эмоциясыз қарайды. Дәулет күлкіге жақын. Бірақ ол күлкіде мазақ бар. Басқаның әлсіздігінен ләззат алады. Серік ең жас. Басқаларға еліктейді, бірақ ішінде қорқыныш бар. Олар үшін бұл ауыл Ойын. Жаңа орын. Жаңа қызық. Шектеу жоқ. Жауапкершілік жоқ. Кеш түсе олар орман шетіне шықты. От жақты. Ішімдік ашты. Дауыстары қатты шыға бастады. Күлкілері орман тыныштығын жарып өтті. Бірақ бір нәрсені еш қайсысы байқамады. Олар сөйлеген сайын орман үнсіз қалып бара жатты. Жәндіктердің дыбысы жоғалды. Жел тоқтады. Ауа ауырлай түсті. Бейне бір-біреу тыңдап тұрғандай. Айдана су алуға шыққанда олар қызды көрді. Бір сәтке бәрі тоқтап қалғандай болды. Төртеудің көзі бірден өзгерді. Жай қызығушылық емес, қара ниет. Арман жымиып бір қадам алға басты. Мұнда да өмір бар екен ғой. Дауысы жай шықты, бірақ астары ауыр. Айдана жауап бермеді.
көзін төмен түсіріп кері бұрылды. Жүрісі жылдамдады. Жүрегі қатты соға бастады. Ішкі түйсік нақты белгі берді. Қауіп. Сол сәтте орман ішінен әлсіз дыбыс шықты. Ырыл. Өте баяу, бірақ анық. Серік бірінші болып бұрылды. Естідіңдер ме? Арман күлді. Қасқыр шығар. Бірақ бұл сөздің өзі сенімсіз шықты. Себебі бұл дыбыс қарапайым емес еді. Керең, салмақты, ескерту сияқты. Қараңғылық тез түсті. Ай көрінбеді. Аспан бұлтпен жабылды. Орман бір сәтте басқа әлемге айналды. Айдана үйге жетіп, есікті жапты. Қолдары дірілдеп тұр. Қайрат қария шамды жақты. Бүгін сыртқа шықпа. Дауысы қатал. Айдана үнсіз бас изеді. Сыртта 4 жігіт ішімдікке қайта кірісті. Бірақ енді көңіл күй өзгерген. Күлкі азайды. Бір түрлі мазасыздық пайда болды. Серік жиі артына қарайды. Маған бұл жер ұнамай тұр. Арман ашуланды. Қорқақ болма. Бірақ өзі де тыныш емес. Түн ортасына жақындады. Сол сәтте орман тірілгендей болды. Алдымен көздер пайда болды. 1, 2, 10, 100. Сары жарық қараңғылықтың ішінен жылт-жылт етеді. Қозғалмайды. Тек қарайды. Нұрбек сыбырлады. Бұл қалт емес. Жауап болмады. Себебі бәрі түсінді. Бұл жай аңдар емес. Бір сәтке бүкіл әлем тоқтап қалғандай болды. Жел жоқ, дыбыс жоқ. Тымыс қана бар. Сосын орман ішінен ауыр қадам естілді. Баяу, салмақты. Әр қадам жерді басып тұрғандай. Қараңғылықтан бір үлкен көлеңке бөлініп шықты. Басқалардан өзгеше. Ірі, салмақты. Көздері бөлек. Онда ашу жоқ. Кек есеп, таразы, үкім. Арман алғаш рет артқа шегінді. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл не? Сөз аяқталмады. Себебі сол сәтте барлық сары көз бір уақытта қозғалды. Алға, үнсіз, кез. Қараңғылық тірілгендей. Алғашқы айқай орманды қақ жарды. Бірақ ұзаққа бармады. Орман оны бірден жұтып қойды. Бұл бастамасы ғана еді. Бұл үкім еді. Алғашқы айқай орманды тіліп өткен сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Бірақ бұл тек бір сәт қана. Келесі секундта бәрі өзгерді. Қараңғылық қозғалды. Жапырақтар сыбдырлаған жоқ. Жұлынғандай болды. Бұтақтар сынып жатқандай дыбыс шықты. Жердің өзі дірілдегендей әсер берді. Серік артына жалт бұрылды. Көздері алақ-жұлақ. Қолындағы бөтелке жерге түсіп кетті. Кетейік. Дауысы дірілдеп шықты. Бірақ ешкім қозғала алмады. Себебі олардың алдында тұрған көрініс адам түсінетін нәрсе емес еді. Жүздеген көз. Бір бағытта, бір нүктеге қадалған. Және сол нүкте өздері. Арман бірінші есін жеді. Қатты дем алып, ашуға басты. Қорықпаңдар, жай қасқырлар! Дауысы қатты шықты. Бірақ ішіндегі сенім әлде қашан жоғалған. Қолын қалтасына апарып пышақ шығарды. Темірдің жарқылы бір сәтке ғана көрінді. Сол сәтте алдыңғы қатардағы көлеңкелердің бірі қозғалды. Жылдам, өте жылдам. Көз ілеспейді. Арман тек бір қара дақты көріп үлгерді. Келесі сәтте ауада ауыр соққы сезілді. Ол артқа ұшып түсті. Жерге құлаған кезде тынысы тарылып, кеудесі қысылып қалды. Қараңғылық оны жұтып бара жатқандай. Дәулет айқайлап жіберді. Бірақ айқай толық шықпады. Аузы ашылды, дыбыс жоқ. Себебі дәл алдында бір көлеңке пайда болды. Қасқыр. Бірақ ол бұрын көрген ешбір жыртқышқа ұқсамайды. Көздері суық емес, тіпті ашулы да емес. Кек бақылап тұр. Бейне бір бағалап тұрғандай. Дәулет артқа шегінді. Аяғы тайып кетті. Жерге құлады. Қасқыр қозғалған жоқ. Кек бір қадам жақындады. Жерге тиген табанның дыбысы анық естілді. Сол сәтте Дәулеттің ішінде бір нәрсе сынғандай болды. Қорқыныш емес, үміт. Нұрбек айналаны бақылауға тырысты. Бірақ ештеңе анық көрінбейді. Көлеңкелер ғана. Қозғалыс. Ырыл. Жақындап келе жатқан тыныс. Ол артқа қарай жүгірді. Бір ғана ой. Қашу.
Бірақ орман оған жол бермеді. Бұтақтар киіміне ілінді. Тамырлар аяқ астынан шығып кеткендей болды. Әр қадам қателік. Әр қозғалыс тұзақ. Серік қатып қалған, қозғала алмайды. Көзі бір нүктеге қадалған. Алдында тұрған үлкен көлеңкеге. Сол басқаларынан өзгеше. Ірі, салмақты. Қозғалысы баяу, бірақ бүкіл орман соған бағынып тұрғандай. Қасқыр басын аз ғана көтерді. Көздері тура Серікке қарады. Сол сәтте айналадағы барлық дыбыс өшіп кеткендей болды. Жүрек соғысы ғана естіледі. Серік бір қадам артқа шегінді. Денесі қалтырап тұр. Көзінен жас шығып кетті. Мен сөз шықпады. Себебі бұл жерде сөздің мағынасы жоқ еді. Бір мезетте бәрі қозғалды. Қараңғылық жарылды, ырыл күшейді. Айқай қайта шықты. Бұл жолы қысқа, үзіліп кеткендей. Орман оны жұтып қойды. Үй ішінде Айдана бәрін естіп отырды. Әр дыбыс жүрегіне жетіп тұр. Қорқыныш бар. Бірақ одан да күштірек бір сезім пайда болды. Түсіну. Бұл кездейсоқ емес. Бұл жай аңдардың шабуылы емес. Бұл жауап. Қайрат қария орнынан тұрды. Терезеге қарамады. Қажет емес еді. Тыңда, деді баяу. Айдана демін ішіне тартып тыңдады. Ырыл, айқай. Жапырақтың жыртылған дыбысы. Сосын үнсіздік. Қария көзін жұмды. Басталды. Сыртта бәрі аяқталуға жақын еді. Арман жерден әрең тұрды. Кеудесі ауырады. Тынысы жетпейді. Айнала қараңғы. Бірақ бір нәрсе анық. Ол жалғыз. Қалғандары жоқ. Қайда кеткенін білмейді. Дауыстады. Жауап жоқ. Тек тыныс. Өзінен басқа біреудің тынысы. Ол баяу бұрылды. Алдында сол үлкен қасқыр. Өте жақын. Көздері тік қарап тұр. Қашу мүмкін емес. Күресу бос. Арман алғаш рет өмірінде дәрменсіз қалды. Ақша жоқ, күш жоқ, әсер жоқ. Тек өзі. Және қарсы алдында тұрған үкім. Қасқыр басын аз ғана қисайтты. Сол сәтте Арманның көз алдына бір сәттер елестеп өтті. Бұрын жасаған істері, күлкілер, мазақ, зиян. Бәрі бір сәтте, жылдам, ауыр. Ол көзін жұмды. Орман қайта тынышталды. Баяу, біртіндеп. Жел қайта соқты. Жапырақтар сыбдырлады. Құстар алыстан үн қатты. Бейне бір ештеңе болмағандай. Таң ата бастады. Аспан бозарды. Жарық ағаштардың арасынан сығалай бастады. Айдана сыртқа шықты. Ауа өзгерген. Кеше ауыр болған қысым жоқ. Орнына бос кеңістік қалғандай. Қайрат қарияда шықты. Екеуі үнсіз орман жаққа қарады. Жерде іздер бар. Таппалған шөп, сынған бұтақтар. Бірақ ешкім жоқ. Ештеңе жоқ. Орман бәрін алып кеткен. Із қалдырмаған. Қария терең дем алды. Әділ деп орындалды. Айдана көзін жұмды. Жүрегі тыныш. Қорқыныш жоқ. Себебі ол түсінді. Адам кейде жазадан құтыламын деп ойлайды. Бірақ бір заң бар. Көрінбейтін. Бірақ мызғымас. Одан ешкім қашып құтыла алмайды. Сол сәтте орман ішінен бір дыбыс шықты. Ұлу, керең, ұзақ. Бұл жай жыртқыштың үні емес. Бұл белгі. Бұл нүкте. Үкім орындалды. Таңғы тыныштық ауылды баяу оятты. Бірақ бұл тыныштық бұрынғыдай жеңіл емес еді. Әр үйдің ішінде бір сұрақ ілініп тұрды. Кеше түнде орманда не болды? Айдана терезеден ұзақ қарады. Орман сол қалпы. Тыныш, бейбіт. Тіпті тым бейбіт. Бірақ ішкі түйсік басқа нәрсе айтатын. Бұл тыныштық аяқталу емес. Бұл жабылу. Қайрат қария сыртқа ерте шықты. Қолында ескі темір шәйнек. Әдеттегідей қозғалыс. Бірақ көзінде салмақ бар. Ол орманға қарады. Ұзақ. Тым ұзақ. Сосын ғана сөйледі. Олар қайтты. Айдана түсінбей қалды. Кімдер? Қария жауап бермеді. Бірақ сол сәтте әңгіменің бағыты өзгерді. Үй ішіне кірген соң, Қайрат қария ескі сандықты ашты. Бұл сандықты ол жылдар бойы ешкімге көрсетпейтін. Тек ең қажет кезде ғана.
Ішінен ескі қара дәптер шығарды. Қағазы сарғайған, бұрыштары тозған, кей беттері дымқыл тигендей қатаңданған. Айдана алғаш рет оны көріп тұр. Бұл не? Қария жауап бермей бір парақты ашты. Сол жерде бір дата жазылған. 20 жыл бұрын. Жазу анық емес, бірақ мағынасы ауыр. Қария баяу сөйледі. Бұл орман ештеңені ұмытпайды. Айдана жақындады. Нені? Қария терең дем алды. Сосын бастады. 20 жыл бұрынғы орман дәл қазіргідей емес еді. Сол кезде де қалың, сол кезде де тыныш. Бірақ адамдар басқаша болатын. Байлыққа үйренгендер көп келетін. Аң аулау, демалыс, қызық үшін. Солардың ішінде 4 адам болған. Қария олардың атын атамады, бірақ бейнесін айтты. Олар өздерін заңнан жоғары санайтын. Сол күні орманға олар рұқсатсыз кірген. Қолдарында қару, көңілдерінде менмендік. Орман олар үшін тек кеңістік болатын. Бірақ олар білмейтін бір нәрсе бар еді. Орман тек жер емес. Орман тірі. Сол күні бір оқиға болған. Жаралы бөлтірік. Кішкентай, жалғыз, өліп бара жатқан. Қария оны тапқан. Сол сәтте шешім қабылдаған. Атпаған, құтқарған, жарасын таңған, үйіне әкелген. Айдана тыңдап отырды. Сосын қария көзін жұмды. Сосын олар қайтты. Бірақ бұл оқиға аяқталмаған. Бөлтірік аман қалған, өскен, орманға қайта кеткен. Бірақ ол бұрынғыдай емес еді. Себебі адам қолын сезді. Жақсылықты көрді және ұмытпады. Қария дәттерді жатты. Табиғат теңгерімді жақсы көреді. Айдана үндемеді. Ішінде бір байланыс пайда болды. Кеше көрген көздер, қараңғылық, үнсіз үкім. Бәрі бір шындыққа келіп тірелді. Сол сәтте сырттан бір дыбыс естілді. Баяу, ұзақ, ұлу. Қайталанған жоқ. Бірақ рет. Бірақ жеткілікті. Қария басын изеді. Енді олар қайтты. Айдана түсінді. Бұл кек емес. Бұл жады. Кешке қарай ауылға тағы бір хабар келді. Іздеу тобы орманнан ештеңе таппаған. Еш белгі, еш із. Тек бір сөйлем. Адам іздері жоғалған жерде табиғат үнсіз қалады. Бірақ Қайрат қария бұл сөйлемді оқшыған жоқ. Ол бәрін бұрыннан білетін. Түн түсті. Орман қайта тынышталды. Бірақ бұл тыныштық бұрынғыдан өзгеше. Енді ол бос емес. Енді ол толық. Айдана сол түні сыртқа шықты. Жалғыз, қорықпай. Орманға қарады. Жел баяу қозғалды. Жапырақтар сыбдырлады. Сол сәтте бір нәрсе сезілді. Көз емес, дыбыс емес, бірақ бар. Жақын, тірі, бақылап тұрған. Бірақ енді ол қорқыныш демес еді. Бұл күзет. Айдана сыбырлап айтты. Сендер солар ма едіңдер? Жауап жоқ. Бірақ орман қозғалды. Баяу, жеңіл. Сосын қайта тынышталды. Бұл я емес. Бұл түсіністік. Сол түні бәрі орнына келді. Бірақ бір шындық ашылды. Орман жазаламайды. Орман еске алады. Және уақыт келгенде қайтарады. Таң атқанымен орманның тыныштығы өзгермегендей көрінді. Бірақ бұл тыныштық енді бұрынғыдай жай ғана үнсіздік емес еді. Ол толықтық. Жабылған шеңбердің тыныштығы. Айдана үйден шыққанда ауа ерекше сезілді. Жел бар, бірақ жұмсақ. Құстар бар, бірақ сақ. Жер тыныш, бірақ тірі. Ол орманға қарап ұзақ тұрды. Сол түні көргені есінен кетпеді. Жүздеген көз. Суық емес, ашулы емес. Бақылап тұрған. Сұрап тұрғандай. Қария сыртқа шықты. Оның қимылы баяу, бірақ сенімді. Бүгін бәрі тыныш, деді ол. Айдана басын изеді. Бірақ ішкі түйсік басқа нәрсе айтатын. Тыныштық аяқталу емес. Бұл уақытша тоқтал. Қария орманға қарай жүрді. Айдана соңынан ерді. Екеуі де сөйлемеді. Орман ішіне кірген сайын ауа өзгере бастады. Жарық азайды. Дыбыс азайды. Бірақ сезім күшейді. Бір нәрсе жақын. Өте жақын. Сол кезде Қайрат қария тоқтады. Бір ағаштың түбінде тұрды. Ескі, ірі ағаш. Діңі қалың. Уақытымен қарайған. Мынау, деді ол жай ғана.
Айдана жақындады. Ағаштың түбінде терең із бар. Табан із емес, тырнақ із емес, басқа. Көп жыл бұрынғы белгі. Қария қолмен ағашты сипады. Бұл орман есінде сақтайды. Айдана сұрады. Нені? Қария ұзақ үнсіз қалды. Сосын ғана айтты. Қарызды. Сол сәтте жел күшейді, бірақ жай жел емес, аралас, тірі сияқты. Ағаштар қозғалған жоқ, бірақ бір нәрсе өтіп бара жатқандай әсер берді. Айдана артқа шегінді. Бұл не? Қария көзін жұмды. Олар қайтты. Айдана түсінбеді. Кімдер? Қария жауап бермеді, бірақ орман жауап берді. Ырыл естілді. Өте баяу, өте терең, жердің астынан шыққандай. Сол сәтте Қайрат қария алғаш рет шындықты толық айтты. 20 жыл бұрын бұл орманда тек адам мен аң болған жоқ. Айдана тыңдап тұр. Мұнда бір күш оянды. Қандай күш? Қария көзін ашты. Ес. Сол сөзден кейін орман тынышталды. Бірақ бұл тыныштық бұрынғы емес. Бұл түсінген тыныштық. Қария жалғастырды. Сол кезде мен бір бөлтірікті құтқардым. Бірақ ол жай жануар емес еді. Айдана жақындай түсті. Сонда не? Қария баяу сөйледі. Ол есте сақтады. Айдана үнсіз қалды. Бірақ ішкі әлемі қозғалды. Барлық байланыстар бірге бастады. Кеше көрген көздер, үлкен қасқыр, үнсіз үкім. Бәрі бір нүктеге келді. Сол сәтте орман ішінен қозғалыс байқалды. Жай қозғалыс емес, баяу, салмақты. Қайрат қария тоқтады. Айдана демін ішіне тартты. Ағаштардың арасынан бір көлеңке шықты. Үлкен, өте таныс. Сол қасқыр. Бірақ бұл жолы ол жақындамады. Тоқтады. Қарады. Және күтті. Қария басын изеді. Сен келдің. Айдана шошып кетті. Сіз онымен сөйлесіп тұрсыз ба? Қария жымиған жоқ. Жоқ. Біз бұрыннан түсінеміз. Қасқыр бір қадам жақындады. Бірақ агрессия жоқ. Қорқыныш жоқ. Тек тыныштық. Керең тыныштық. Айдана алғаш рет түсінді. Бұл жануар емес. Бұл жады. Тірі жады. Орманның жады. Қария жерге отырды. Адам ұмытады. Табиғат ұмытпайды. Айдана да отырды. Қасқыр алыстан қарап тұр. Бірақ енді ол жыртқыш емес. Ол бақылаушы. Сол сәтте қария соңғы шындықты айтты. Сол жігіттер тек адамдар емес еді. Олар сол кездегі қарызды қайта ашты. Айдана түсінді. Кеше болған оқиға кездейсоқ емес. Бұл цикл. Қасқыр бұрылды. Орманға қарай кетті. Баяу, дыбыссыз, із қалдырмай. Айдана соңынан қарап тұрды. Олар қайда кетті? Қария жай ғана айтты. Орман қайда қажет болса, сонда. Күн батып бара жатты. Орман алтын түске боялды. Бірақ бұл сұлулықтың ішінде бір ауыр түсінік бар еді. Ештеңе жоғалмайды. Жақсылық та қалады, жамандық та. Бірақ уақыт келгенде бәрі қайтарылады. Кеш түсе орман ерекше тыныштыққа енді. Бұл тыныштық бұрынғыдай ауыр емес еді. Қорқыныш жоқ, қысым жоқ. Кек бір терең, түсініксіз толықтық бар. Айдана үйдің алдында отырды. Көкжиекке қарап ұзақ үнсіз қалды. Күн баяу батып барады. Аспан қызғылт, алтын түске боялған. Бірақ оның ішкі әлемі тыныш емес еді. Барлық көргені бір-бірімен байланысып жатты. Қасқыр, қария, 20 жыл бұрынғы оқиға және кешетін. Бәрі бір шеңберге келіп тұр. Қайрат қария үйден шықты. Қолында ештеңе жоқ, бірақ жүрісі ауыр. Ол орманға қарап тоқтады. Бір сәт үнсіз тұрды. Сосын жай ғана сөйледі. Соңғы рет келіп тұрсыңдар. Айдана түсінбей қарады. Кімдер? Қария жауап бермеді. Бірақ орман жауап берді. Ырыл естілді. Баяу, керең. Сосын бәрі тынышталды. Сол сәтте орман ішінен қозғалыс пайда болды. Бұл жолы қорқыныш емес. Бұл жиналу.
Ағаштар арасынан көлеңкелер көрінді. Қасқырлар. Бірақ олар агрессиямен емес, үнсіз қозғалды. Бір бақытқа, бір нүктеге. Қайрат қария орнынан қозғала алды. Бәрі аяқталды. Айдана жүгіріп келді. Не аяқталды? Қария терең дем алды. Қарыз. Сол сәтте бәрі ашылды. 20 жыл бұрынғы бөлтірік жай жануар емес еді. Ол тірі қалды. Бірақ тек тірі қалмады. Ол есте сақтады. Адамның қолын, адамның жақсылығын, адамның шешімін. Бірақ орманда ұмытпады. Адам жасаған әділетсіздікті де. Сол себепті бұл орманда бір заң пайда болды. Теңгерім. Айдана сыбырлады. Сонда кеше қария басын изеді. Иә. Олар теңгерімді бұзды. Қасқырлар орман ішінде шеңбер құрып тұрды. Ортасы бос. Бұл кездейсоқ емес. Бұл орын. Қария сол орынға қарады. Бұл орман ешқашан жазаламайды. Ол тек қайтарады. Айдана түсінді. Кеше болған нәрсе кек емес. Бұл қайтарым. Сол сәтте ең үлкен қасқыр көрінді. Ол баяу қозғалды. Басқалар одан сәл шеттеп жол берді. Ол тоқтады. Қарады. Қайрат қарияға емес, айданаға емес, орманның өзіне. Қария сыбырлады. Ол ес. Айдана алғаш рет шындықты толық көрді. Бұл жануарлар емес. Бұл тірі есте сақтау жүйесі. Орманның жады. Сол кезде үлкен қасқыр бұрылды. Бір сәт тоқтады. Сосын баяу орманға сіңді. Онымен бірге қалғандар да жоғалды. Бір-бірлеп. Үнсіз, іссіз. Жер тынышталды. Жел қайта соқты. Құстар қайта ән салды. Бірақ бәрі бұрынғыдай емес еді. Енді орман жай жер емес. Ол заң. Қайрат қария ауыр дем алды. Енді бұл аяқталды. Айдана көзін жұмды. Олар қайда кетті? Қария жай ғана жауап берді. Өз орнына. Күн толық батты. Орман қараңғылыққа енді. Бірақ бұл қараңғылық қорқынышты емес. Бұл тыныштық. Сол түні айдана жалғыз орман шетіне барды. Қорқпады. Жүгірмеді. Тек қарады. Және алғаш рет түсінді. Табиғат жазаламайды. Табиғат тепе-теңдік. Жақсылық жоғалмайды. Жамандық та жоғалмайды. Бірақ уақыт келгенде бәрі өз орнына келеді. Қайрат қария үйге кірді. Есікті жапты. Жай ғана айтты. Орман ұмытпайды. Айдана басын изеді. Ол енді түсінді. Бұл сөз ескерту емес. Бұл заң. Сол түні орман соңғы рет үн қатты. Бір рет қана. Бірақ ол үнде қорқыныш жоқ. Кек тыныштық бар еді. Адам ойлайды. Ешкім көрмеді. Ешкім білмеді. Бірақ табиғат көреді. Табиғат сақтайды. Табиғат күтеді. Және уақыты келгенде қайтарады.